бастаймыз. Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Фариза Оңғарсынованың өлең «Мен сені аялап өтем» шығармасы. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары көркем шығармадан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыста қолдану. Сондай-ақ бүгін сабақ барысында сіздер шығармадағы тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автордың стиліне баға беретін боламыз. Балалар, олай болса, алдыңғы білімді жаңа біліммен байланыстырып көрейік. Сіздердің алдарыңызда әр топқа атау берілді. Мәселен, бірінші топ Фариза Оңғарсынова ақын, екінші топ Фариза Оңғарсынова жазушы, үшінші топ Фариза Оңғарсынова мұғалім, төртінші топ Фариза Оңғарсынова журналист деген тақырып аясында дәлелдер тізбегі бойынша дәлел айтамыз. Ақындығына, жазушылығына, журналист екендігіне, мұғалім екендігіне дәлел айтатын боламыз. Дәлелдер айтып көрейік. Айын бастай қойыңыз. Фариза Оңғарсынова ақын болған, оған бірде-бір дәлел үйім менің отаным деген өлеңдер топтамалары. Өте жақсы. Ары қарай айдың жалғастыра қойыңыз. Маңғыстау монументтерді тағатындағы өлең бар. Өлеңдер топтамасы бар. Жақсы. Мансұр. Оған қоса айта кететін болсақ, революция және өлеңдер топтамасы. Өте жақсы. Фариза Оңғарсынова жазушы деген тақырыпқа дәлелдер айтатын боламыз. Жақсы. Кім бастайды екен? Бастай қоясыз. Фариза Оңғарсынова жазушы болған. Соның дәлелдерді өзінің топтан Саят пен Игорь айтсын. Тамаша, Саят, сіз тыңдаймын. Оған дәлел биіктік атты очерк. Тамаша, өте жақсы дұрыс айтасыз. Игілік, не қосасыз? Және де біздің Кәмшат атты повесті бар. Сонымен қатар Фариза Оңғарсынова аударма саласында көп еңбек сіңірген. Өте жақсы, рахмет. Жақсы балалар, олай болса келесі кезекте біз келесі топты тыңдап көрейік. Өте жақсы. Бірінші топ бізге Фариза Оңғарсынованың ақын, екінші топ жазушылық қырын айтып өтті. Олай болса кезек үшінші топта Фариза Оңғарсынова мұғалім. Ол туралы бізге кім айтады екен? Жақсы, Әділжаннан бастайық. Фариза Оңғарсынова мұғалім қызметін атқарған, оның дәлелін бір айтады. Жарай, жалғастыра қойыңыз. Фариза Оңғарсынова 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогика институты тіл әдебиеті факультетін бітірген. Және ол мұғалім қызметінде 5 жылдай жұмыс істеген. Басында ол физика-математика факультетті таңдаған, бірақ оның анасының сұрауынша әдебиетті таңдаған болатын. Фариза Оңғарсынова көп адамның айтқанын тыңдай бермейді, себебі ол қайсар мінезді адам болып табылған. Бірақ әдебиетті жақсы көргендіктен және анасының айтқан сөздерін тыңдағандықтан педагогика институтқа түскен болады. Тамаша, өте жақсы деректер айтты, біздің бұлай керемет. Ал келесі ретте біз кезекті төртінші топқа берейік. Біздің төртінші топтың оқушылары Фариза Оңғарсынова журналист деген тақырыпта ой бөліспекші. Ал үшінші топта кім бастайды екен? Ясай, бастай қойыңыз. Фариза Оңғарсынова журналист бағытында 1960-1970 жылдар аралығында Лениншіл жазып осы Гурьев және Орал облысында тілші ретінде жұмыс атқарған. Өте тамаша. Ары қарай кім жалғастырады? Хамза. 1978 жылдар аралығында оған және пионер жолдарында қызмет атқарған. Өте жақсы. Ары қарай кім қорытып жібереді? Иә, балам. Және де 1936 жылы Фариза Оңғарсынова бізде Лениншіл жас газетінде жұмыскер болып жұмыс істеген болатын. Және де 1978-1996 жыл аралығында бізде қазақтың пионер атты газетінде бас редактор болып жұмыс атқарған. Өте жақсы. Тамаша. Балалар, барлықтарыңыз үстел үстіндегі арнайы берілген бағалау жетондарына назар аударып отырсыздар. Енді әркім өзі ойланады. Әр топтан кімнің жауабы ерекше ұнады, соған біз осы бағалау жетондарын ұсынатын боламыз. Кәнекей, кім қай топтың оқушысының жауабы ұнады деп айта алады? Сондай бір әсерлі, ақпаратқа толы Хамза тыңдайтын келіп тұр, айта ғой. Кімге береді бұл? Маған Фариза Оңғарсынова мұғалім деген тобынан Әділжанның жауабы ұнады.
Өте тамаша, жаңа сынап қойыңыз, жетонды бере қойыңыз. Келесі тағы қай топтың жауабын алғысы келіп тұр? Иә, соған. Маған Фариза Оңғарсынова журналист тобынан Ерсайынның жауабын. Тамаша маңызы. Ерсайынға сынап қой. Жарайсың Ерсайын. Ары қарай тағы сіздердің топтарыңыздан иә екілік. Маған мұғалім тобынан Нұрайдың жауабы. Өте тамаша. Маған да Нұрайдың жауабынан болатын. Ары қарай кеттік. Ален айта ғой, тыңдайық Аленді. Маған Фариза Оңғарсынова ақын тобынан Мансұрдың жауабын. Өте тамаша. Мансұрдың жауабынан. Бір-біріңізге қошемет көрсетіңіз. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыз өздеріңізге белгілі Фариза Оңғарсынованың өлең «Мен сені аялап өтем» туындысы. Олай болса, бейнелі тыңдау әдісімен жұмыс жасайық. Қазір арнайы бейнебаянның сүйемелдігімен мен сіздерге өлең «Мен сені аялап өтем» туындысын мәнерлеп оқып беретін боламын. Дара күндерімнің, нала түндерімнің, серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін, мен сені аялаймын. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде, мен сені саялаймын. Біреудің күлкісін көріп, бақыттының түр түсін көріп, шаттанып қалған шағымда жеткендей арман сағымға қуаныштан дірілдеп денем, алдыңа күлімдеп келем. Ажалмен айқасқан сәтте қыршын жас көз ілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі доспын дегеннің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшімді аларымды білмей, кімдерге кінә тағарымды білмей, алдыңа лапылдап келем, жарылуға жақындап келем. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіңмен қоштаспадыммен, күлкімді жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіммен бөліскенің үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең «Мен сені аялап өтем». Қалай балалар, ұнады ма? Жақсы. Осы өлеңінде Фариза Оңғарсынова түрлі көркемдеуіш тәсілдерді қолданыпты балалар. Дәлірек айтатын болсақ, үшін сөзін бірнеше рет қолданыпты. Кітапқа қараңыздаршы, неше рет қолданыпты үшін сөзін? Үшін деген сөзді неше рет қолданыпты? 4 рет қолданыпты. Ал жақсы, кезде деген сөзді неше рет қолданыпты? Қайталаулар, иә, анағыраларды байқап отырсыздар шығармаларында. Кезде деген неше рет қайталаныпты? Жақсы. Тағы қандай сөз қайталаныпты? Тағы да білем деген неше рет қайталаныпты? Өте жақсы. Байқап отырсыздар балалар, сонда өлеңнің іреңін кірдіру үшін, әдемі құлаққа жағымды естілу үшін, ойын әсерлі жеткізу үшін, ақын қарапайым сөздерді қайталау арқылы керемет оқырман жүрегіне жол тапқан. Балалар, естісіздер ме? Тахауи Ахтанов қыз болса да қазақтың махамбетіне тербелеген кімді? Фариза Оңғарсынова. Қайсарлығымен, мықтылығымен, ерге бермес сондай мықты мығым мінезімен оқырманына жол тапқан ақынның өлеңмен егіз екенін байқаймыз. Өлең арқылы бірге жасайтынын, ішіндегі мұңының барлығын өлеңге айтатынын байқадыңдар. Ал енді қараңыздар, сол аялап отқан өлеңді оның ренжітуі мүмкін бе? Тастап кетуі, өлең жазбауы мүмкін бе балалар? Жоқ қой, дұрыс па? Мысалы, сіздерді аялап отқан үйде кім бар? Ата-анамыз бар, иә? Сыйлайтын құрбы достарыңыз бар. Сіздер де оларды өкпелетпейсіздер, ренжітпейсіздер, дұрыс қой, иә? Әрқашан оларға мейіріммен қарайсыздар. Міне, Фариза Оңғарсынованың тұлға қылған, ақын қылған, танытқан өлеңді ақын айтады. Мәңгілік аялап өтеді. Міне, бүгінгі сабағымызда біз келесі рет
ретте осы өлеңнің ішінде қандай көркемдеуіш құралдар қолданыпты, осыған тоқталуымыз керек. Ол үшін ең алдымен біз алдыңғы тақырыптарымызды қайталап өтейік. Келістік пе? Балалар, біз ақынның өлеңінің ішіндегі құбылту мен айшықтаудың түрлеріне талдау жасауымыз керек болады. Ол үшін құбылту мен айшықтаудың не екенін еске түсіру үшін біз сіздермен қанат белгісі әдісімен жұмыс жасап көрейік. Балалар, егер қазір мен оқыған ақпарат егерде құбылтуға тән болса, онда сіздер қызыл қанат белгісін қоясыздар. Ал егер мен айтқан ақпарат айшықтауға тән болса, жасыл қанат белгісін таңдап қасына қойып кетесіздер. Келістік пе? Олай болса бастайық. Біріншісі, әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлігі үшін де қажет ететін тәсіл. Бұл қандай тәсіл? Кім келіп белгілейді екен? Жақсы, келе қойыңыз. Қай кезінде белгілейді екен біздің баламыз? Өте жақсы, дұрыс таптыңыз. Бұл бізде айшықтау. Өте жақсы. Келесі екіншісі. Иә, келе қойыңыз балам. Бұл өте жақсы. Бұл бізде құбылту. Өте жақсы, жарайсыз. Ары қарай кеттік. Келесіні кім оқып бізге тауып береді екен? Кім келеді? Иә, келе қойыңыз. Үздік тесттерін айрықша айшықпен Тамаша. Иә. Өте дұрыс айтасыз. Бұл бізде айшықтауға тән белгі екен. Бейнелеп кейде тіпті перделеп таныту ойды өзгерту. Өте жақсы. Дұрыс айтасыз. Бұл бізде құбылту. Жақсы, жарайсың. Ясин, рахмет. Ары қарай келе ғой балам. Олардың оқырманға әсер күшейту. Тамаша. Өте жақсы. Бұл бізде айшықтау. Жарайсың, Жәнібек, рахмет. Ары қарай келесі ең соңғы тапсырманы кім жасайды екен? кейде тіпті өнін айналдырып айту. Тамаша. Бұл қайсысы болады? Жақсы. Өте жақсы. Балалар, тап осы жұмысқа сараптама жасап көрейік. Қай топтың оқушылары белсенді болды? Бізде сол топқа қошемет көрсетейік. Қай топтың балалары белсенді болды? Журналист тобының балалары. Балалар, қазір біз өлеңдегі көркемдеуіш құралдарды табатын боламыз. Ол үшін ең алдымен қазір біз сіздермен ойна әрі ойлан әдісіне дейін ақынның өлеңін кітапқа қарап бір тамаша әсерлі түрде мәнерлеп оқып жіберейік. Кім оқып береді екен? Ал жақсы, бастай оралам. Барлығымыз мұқият тыңдайық. Дара күндерімнің, нала түндерімнің серігі болғаны үшін, сенімі болғаны үшін мен сені аялаймын. Арқай жалғастырамыз саят. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде мен сені саялаймын. Біреудің күлкісін көріп, бақыттының түр-түсін көріп, шаттанып қалған шағымда, жеткенде арман сағымға. Қуаныштан дірілдеп денем, алдыңа күлімдеп келем. Арқай жалғастырамыз ес. Ажалмен айқасқан сәтте қыржын жас көз ілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі доспын дегеннің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшімді аларымды білмей, кімдерге кінә тағарымды білмей, алдыңа лапылдап келем, жарылуға жақындап келем. Тамаша, арқай жалғастырамыз. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргенімен, өртеніп от басқанмен өзіңмен қоштаспадым мен. Күлкімді жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіңмен бөліскенің үшін, қатем мен жеңістерім үшін, мен мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең мен сені аялап өтейін. Тамаша, жақсы балалар. Ал балалар, өздеріңіз жаңа ғана мәнерлеп оқыған өлең шумақтардың ішінде қаламгер керемет көркемдеуіш құралдарды қолданған. Олай болса, біз ақын өлеңдеріндегі эпитет, метафора, метонимен табатын боламыз. Яғни егер сіздер эпитеттерді берілген үзінділерден эпитеттерді тапсаңыздар, сандық белгісіндегі орналастырамыз сандық белгісіне. Егер метафораны тапсақ, онда біз қоржынға, егер метонимені тапсақ, оны қалта қоржынға орналастырып тұрмыз. Сандықша, қоржын,
айта ғой. Аминаш айта ғой. Менің мынау қиындау тағдырым болып, оны бұл эпитет біз оны танымаймыз. Жақсы. Қиындау тағдыр эпитет. Жақсы, жарайсыз. Ары қарай келесі. Күлкімді жайлы күнімді эпитет болады. Қайда саламыз? Сандықтың ішіне саламыз. Тамаша, өте жақсы, жарайсыз. Келесі. Өртеніп от басқанымен, ол бетонимия, ол қалта қоржынға салынады. Өте жақсы, жарайсың. Томирис, рахмет. Келесі. Дара түндерімнің, дала түндерімнің. Ол эпитет, яғни сандыққа салынады. Тамаша, өте жақсы, жарайсың. Нұрай, ары қарай кеттік. Жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде бұл қалта қоржынға саламыз, және ол бетонимия. Тамаша, өте жақсы, жарайсыз. Рахмет, Мариям. Келесі. Айта қойыңыз. Бақыттың түр-түсін көріп, ол бізге бетонимия қалта қоржынға саламыз. Тамаша, жарайсыз. Өте жақсы, Айым, рахмет. Келесі. Шаттанып қалған шағымда жеткенде арман сағынған. Бұл бізде ауыспалы мағынада тұр, яғни бұл метафора, және де ол қоржынға кетеді. Өте жақсы, жарайсың, рахмет. Ажалмен айқасқан сәтте ол бізде метонимия, және де ол қалта қоржынға салады. Тамаша, қалта қоржынға салады. Ары қарай кеттік. Келесі. Өткінші сезімдерді көріп, ол эпитет сандыққа саламыз. Өте жақсы, жарайсың, жарайсың. Кешегі доспын деген ол бізде метонимия, оны біз қалта қоржынға саламыз. Тамаша, жарайсыз, рахмет. Ары қарай кеттік. Келесі. Алдыңа лапылдап келем, ол бізде метафора, оны қоржынға саламыз. Өте жақсы, жарайсың. Топтың оқушылары белсендірек болды. Иә, Ерсайын. Осы жұмыста жазушы тобы өте белсенді қатысты. Тамаша, қошемет көрсетейік. Балалар, біз енді бүгінгі сабағымызды одан әрі бекіту жұмыстарын жалғастырамыз. Қазір адасқан әріптер әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге бір мысал айтам өлеңнен. Сіздер сол мысал қай көркемдеуіш құралға жатады, соның атын тез, жылдам, берілген текшелерді пайдаланып құрастыратын боласыздар. Келістік пе? Әр топтан бір белсенді оқушы шықса онда. Бізде 4 топтан оқушылар шықты. Қазір мен өлеңнің бір тармағын оқимын. Сол тармақта қандай көркемдеуіш құрал қолданған ақын, соны тез арада құрастырып жазып шығатын боламыз. Кеттік іске сәт. Балалар, берілген текшелерді пайдаланып, сіздер қыршын жас көз ілгенін көр деген тармақта қандай көркемдеуіш құрал қолданған? Қыршын жас. Тез арада құрай қойыңыз. Келесі тағы бір ақын өлеңінен мысал айтайын. Сіздер сол қай көркемдеуіш құрал, соның атын тез құрастыра қойыңыздар. Өмір өткелдерінен. Кірістік. Балалар, өте жақсы, дұрыс құрастырып шықтыңыздар. Қошемет балаларыңызға, қайне балалар. Балалар, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Келесі біз сіздермен салыстыр және сарала әдісімен жұмыс жасаймыз. Алдыңғы біліммен жаңа білімді байланыстыра сөйлейік балалар. Олай болса біз бұдан бұрын Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңімен танысқан болатынбыз. Бүгін Фариза Оңғарсынованың өлең «Мен сені аялап өтем» туындысымен таныстық. Балалар, Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңінде не туралы баяндалып еді? Ал Саят айта қойыңыз. Төлеген Айбергенов сағыныш өлеңінде ол өзінің туған жеріне және туған жеріне сүйіспеншілігін осы өзінің сағыныш өлеңінде көрсетті.
Тамаша, дұрыс айтасыз. Отанына, тіліне, дініне, батыр бабаларына, даналарына деген сүйіспеншілік көрсетеді. Солай ғой? Келісесіздер ме балалар? Жақсы, өте жақсы. Ал бүгін біз сіздермен танысқан Фариза Оңғарсынованың «Өлең мен сені аялап өтем» туындысында не туралы баяндалады екен? Ал Нұрай айта ғой. Бұл өлеңде Фариза Оңғарсынованың өлеңге деген махаббаты, ризашылығы баяндалған. Ол өлеңге қиыншылықта да, қайғыда да, қуанышта да бірге болғанына рахметі тоқталады. Тамаша, өте жақсы Нұрай. Бүгін Фариза Оңғарсынованың «Өлең мен сені аялап өтем» шығармасынан үзінді тыңдауымыз керек болған. Оны біз сіздермен телефонды, ұялы телефонмен құлаққапты пайдалану арқылы QR код арқылы тыңдайтын боламыз. Сіздердің жұмыс түрлеріңіз, яғни жеке-жеке осы QR код арқылы тыңдап, үзіндіден алған әсерлеріңді ортаға саласыңдар. Олай болса, іске сәт. Қазір саяқ QR код арқылы кіріп жатыр. Барлығымыз осылай кіріп тыңдай қояйық. Өздерің жанды дауыста тыңдаған үзіндіден алған әсерлеріңізді ортаға салсаңыздар, қалай деген? Ерсайын. Мен сені аялап өтемін көрген әр сәтін, өзінің өмірінде өткен әр көңіл күйін осы өлеңге салып, осы өлеңмен жеткізген деп айтсақ болады. Осы өлең Фариза Оңғарсынованың нағыз досы деп айтсақ та болады. Осы досына бүкіл мұңын айтып, өзінің ішіндегі несін шығарып, елге жеткізген болған. Тамаша, өте жақсы, қошемет. Ақын өлеңнен алған әсерін тыңдау үшін Саятқа кезек берейік. Өлең мен ақын бір-бірінен ажырамас ұғымдай. Өлеңді тыңдай отырып ұққаным, ақынды ақын еткен өлең болса, өлеңді мәңгі жасайтын қаламгер. Фариза Оңғарсынова биік сезімнің ақыны. Ақынның әр өлеңі тыңдаушының жүрегіне ой салып шабыттандырады. Тамаша Саят, рахмет. Ақын өлеңнен алған әсерін Мансұр айтқысы келіп тұр. Мансұр, тыңдайық. Ақынның өз даусымен оқылған өлеңін естіп, мынандай тұжырымдамаға келуге болады. Ақын өлеңмен егіз, әр шумағынан, әр тармағынан ақынның өлеңге деген махаббатын көруге болады. Еліне еркелей алғанын, өзі де елін еркелете алғанын өлең арқылы сездірте алды. Келесі кезекті игілікке берейік. Фариза Оңғарсынова қаншама жанды өлеңмен жұбатып, поэзия падишасы атанған. Қазақтың қара өлеңін танытып,
бойы өлеңмен өлген ұлтымыздың мақтанышы екенін байқадым. Өлеңнің ерекшелігі өмір шеңдігінде, ол қазақ халқының жүрегінде мәңгілік қалады. Жақсы, рахмет. Балалар, бүгінгі сабағымызда бекіту сәтіне де келіп жеттік. Қазір өздеріңіздің қолдарыңыздағы ұялы телефонды пайдаланып, Google формат арқылы сіздер арнайы берілген бүгінгі бекіту сұрақтарын тест арқылы орындаңыздар. Істеріңізге сәттілік. Балалар, жаңа ғана өздерің жазған тесттің нәтижесі интербелсенді тақтада көрініп тұр. Берілген сауалдар мен нәтижелеріне назар аударыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір сіздер
Балалар, тамаша эссе жазғандарыңа күмәнім жоқ. Қазір кім өзінің эссесін оқып береді екен? Ал балалар, кім оқығысы келеді екен? Анаржан? Фариза Оңғарсынова. Әйгілі ақын қазақ қызы Фариза Оңғарсынова кіші кезінен ақ өлеңге жаны жақын болған. Қазақтың әдебиетіне көптеген еңбек сіңірген, халық жазушысы деген атаққа ие болып, журналист болып мамандық атқарған. 10 бауыры болған, әкесі 3 жасында қайтып, анасы өзі жалғыз балалардың тәрбиесімен айналысты. Баламыз жағынан қайсар мінезді, өмірге жетіп бейімделген болып бойжетеді. Фариза жалғыз өзі жыр оқып отқан сәтте анасы үндемей келіп тыңдап отырады екен. Сол бір көріністі Фариза жүрегіне жақын тартып, жыр оқуды ұнатқан. Анасы Халима қызының керемет өнері барынан хабарсыз еді. Күндердің күні Фаризаның жан құрбысы мектепте бір бала ренжітіп қояды. Сол ренжіткен балаға Фариза өлеңін арнайды. Жас оқушының өлеңі ауыл арасында әйгілі болып, ауылдастар Халимаға қызының өнері бар жайын айтады. Сол жылдардан бастап жас ақынның қаншама өлеңі жарық көреді. Мен өзім Мұхалима Қатаев атындағы номері 113 мектеп гимназияда оқимын, және де ақиқ ақын Мұхалима Қатаев Фариза қызға өз өлеңдерін арнайды. Өлең шумақтары Фаризажан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай мен өмірден жалғармыз, шаң басқан архивтерден табылады деп бастап, Фаризаға өз өлең шумақтарын арнаған болатын. Тамаша. Келесі кезекте Ерсайынның жазба жұмысын эссесін тыңдап көрейік. Оқи ғой Ерсайын. Фариза Оңғарсынова қазақтың ең танымал және қазақтың әдебиетін бүкіл елге танытқан ақындардың бірі болып келеді. 1939 жылы дүниеге келіп, әке-шешесінің арқасында осы әдебиетке өте құмар болған. 1965 жылы педагогикалық институтты бітірген. 1968 мен 1970 жылдар аралығында Лениншіл жас газетінде тілші ретінде жұмыс атқарған. 1970 жылдан бастап 2000 жылдың арасына дейін осы өзінің журналистік бағытта өте зор үлес қосқан. Бүгінгі өткен өлең "Мен сені аялап өтем" шығармасы маған өте қатты ұнады. Себебі бұл жерде ақын өзінің өлеңге деген құштарлығын, өлең оған нағыз дос ретінде болғанын көрсетеді. Өлеңде өзінің өмірінде өткен әр оқиғасын суреттеген болатын. Өміріндегі ең нағыз жақын достығы өлең болып келген. Осыған арнап өзінің дос ретінде санап өлеңге шығарма жазған. Тамаша, рахмет Ерсайын, жарайсың бала. Кезек Нұрайда. Иә, Нұрай. Фариза Оңғарсынова қазақтың ақиқ ақыны, өз ісінің маманы, журналист. Ол кіші кезінен өте зерек, қайсар мінезді, ерте есейген адам болған. Оған 3 жаста әкесінен айырылып, 10 балаларымен анасына қамқор болғаны дәлел. Анасы қайғырып жүрсе де, Фариза жыр оқығанда қасына отырып, қайғысын ұмытып, тыныш тыңдайды. Содан бері Фариза жыр оқығанды әдетке айналдырды. Фаризаның ақындық шеберлігін мектеп оқып жүргеннен бері бүкіл ауыл білген. Мұғалім болып 5 жылда істеп, журналист болуға шешім қабылдайды. Өлең "Мен сені аялап өтем" өлеңінен мен Фариза Оңғарсыноваға өлеңнің өте маңызды екенін түсіндім. Ол өлең оның қайғысында да, мұңында да, қуанышында да болған. Сол себепті ол оған арнап өлең жазған. Фариза Оңғарсынова осы өлеңнен бүкіл жан дүниесін оқырманға жеткізді. Қазақтың ақын қызы Фариза Оңғарсынова поэзияның мәңгі падишасы болып қалатыны анық. Балалар, бүгінгі сабағымызда кері байланыспен қорытсақ дейміз, ақын өлеңді аялау арқылы өмірді аялауды үйретеді. Олай болса балалар, бір-бірімізді аялайық, отбасындағы бауырларымызды құрметтеп қадірлейік, ата-анамызды аялайық, өмірді, қоғамды аялайық деп бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Өздеріңізбен шағын кері байланыспен түйіндесек. Бүгінгі сабақта не түйдіңіздер, қандай әсерде болдыңыздар, осыны ортаға салсаңыздар. Бүгінгі сабақта Фариза Оңғарсынова туралы көп нәрсе білдік. Осы ақынның осы әдебиетке деген сіңірген еңбектерін көрдік. Осы бүгінгі сабақта эпитет деген нелерді таныстық, оларды таптық. Осы Фариза Оңғарсынованың өлеңдерінің арасындағы осы көптеген әдеби стильдерді, қандай стиль қолданғанын танысып, осы сабақты қызық өткіздік. Тамаша, жақсы талқыланып. Әділжанның кері байланысын тыңдайық, балалар. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Әсіресе тотопия жеке жұмыс түрлері өте қызық өтті.
ақын өлеңге жан-жақты талдау жасап, эссе жазып, шығармашылық жұмыспен айналыстық. Бір сөзбен айтқанда, ақын өлеңнің құндылығын ұқтық. Тамаша, рахмет Әділжан. Бүгінгі сабағымыз өте керемет өтті. Көптеген мәліметтер білдік. Білмеген мәліметтерді алып. Нұрай айтқысы келеді екен, айта бер. Кеше мен Фариза Оңғарсынова туралы мәлімет іздегенде көптеген ақындар оның өлеңдері жүрекке байланатын және оларды шынымен оңай екендігін туралы айтқан болатын. Бүгін осы өлең мен сені аялап өтем өлең арқылы мен олардың айтқан сөздерін дұрыс мағынада түсінгенімді білемін. Тамаша, өте жақсы. Қартым айтады әсеріңізді. Сабақтан алған әсеріңізді. Келесі кезекте Жәнібектің кері байланысын тыңдап көрейік балалар. Бұл сабақ өте әсерлі өтті. Поэзияның құдіретін ұқтық. Сыныптастарымыз сабақта өте белсенді қатысты. Әсіресе біз ұялы телефонмен тест тапсырғанымыз, телефонмен өлең тыңдағанымыз өте қызық болды. Тамаша, рахмет. Рахмет Жәнібек, жақсы. Бүгінгі сабағымыздың 90-ның аяғында өте жақсы өтіп, 90 аяғына бізге көптеген жақсы оқиғаларды шабыт берді, иә? Шабыт берді. Жақсы. Ал келесі кезекте әлемнің кері байланысын тыңдап көрейік. Сабақта біз түрлі әдіс тәсілдермен жұмыс жасадық. Әсіресе маған ұнағаны ақынның өз дауысымен жазылған өлеңді тыңдағанымыз. Сондай-ақ QR-код арқылы жұмыс жасау, Google формат арқылы біз тест тапсырдық. Тест нәтижесінде біз өзіміз бағалай алдық. Сол маған өте қатты ұнады. Жақсы, рахмет әлем. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Балалар, бүгін сіздерге берілетін үй тапсырмасы үйде Фариза Оңғарсынованың өлең мен сені аялап өтем туындысын жаттап келуге ұсынамын. Сондай-ақ өлең құрылысына жазбаша түрде талдау жасап жазып келесіздер. Бүгінгі сабақ өте керемет өтті. Сабаққа қатысқан 9-Ә сыныбына өз әріптесіз алғыс білдіремін. Рахмет балалар.